Göz тиюден сақтанғанға пайғамбарымыз айтқан әл-айну хаққон. Göz тию бұл ақиқат, бұл бар нәрсе туғандар. Göz тию бар нәрсе. Бұға қош көңіл болуыңыз, бұны мындай көз жұмып қойуыңыз, бұға мағына беріш керек. Göz тию бар. Пайғамбар айтып жатады әл-айну хаққон. Пайғамбар айтып жатады, көз бар ғой, көз. Төні қазанға адамды көрге салып қояды дейді. Демек, жануарларға да көз тиеді, адамдарға да көз тиеді деген сөз да. Сақтанғанға сөзсіз аят-әлі курси, ихлас, фалақ, нас дайым оқып жүрелі. Әрбір намазды оқып жүрелі. Зерікпеңіз, сізге ақша дәлек етпейді аға. Аз құптан оқиыңыз, ихлас, фалақ, насты бір сер оқып қой, бірден оқып қойған не болыпты сізге? Анан көз тиюді пайғамбар сахабаларында да ушундай болған. Кейбір адамдар мына қарап, бір сахаба киімін, жоғарғы киімін алмаштырғанда денесі аябай апа-апағай, нұрлы, чырайлы екен да. Екінші сахаба көріп алып, ой, ушундай чырайлы деп, ошо моментана бұл жығылған. Қармаған емес, ұрған емес, жөнде көздің күшін қарасаңыз, бұл момент жығылған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қауары келгенде, анан пайғамбар істегені кішіне қаққан. Сен айтпай өлең, маша Алла деп. Ла хаула ла куввата илля билля деп қойбойсың, баракалла деп қойбойсың бу. Ошондой көз тиіп айтеле деп. Кийин аны жуынтырып, ошо суға жууганда, бул жакшы болуп кеткен кайра. Демек, кимдин көзү тийсе, ошону жуынтып, ошого суга чачыш керек дегенчи. Түшүндүңүзбү? Алгандай алат, тазик деп коебуз. Ошого эле бир сыйрамда суусун жууп берсин. Түшүндүңүзбү? Ошо суу менен анан ошо кимге көз тийсе болду. Эч кандай анау диагностикага алып барып, анан кийин да метод бир мынандай бир 20-30 дарыны жедиртип кереги жок. Мына менен эле бүтөт. Көз тийгенден болсо. А бирок билбесеңчи кимисинин көз тийди, кимисинин тийбеди. Ал кандай кылат андан? Ошончон анда баарыбыз айтып коюшубуз керек. Эмне деп? Маша Алла деш керек. Не деш керек? Балдарыңызды да, атыңызды көрсөңүз маша Алла деп коюң. Кээ бир адам өзүнүн көзү бар, анча деле билбейт. Бирок суу көзү өтүп кетет. Балаңа деле өтүп кетет. Малыңа деле өтүп кетет. Ошон үчүн мына сөздү кошо жүрүш керек. Не деп? Маша Алла. Айтсаңыз? Ла хаула ва ла куввата илля билля. Баракалла. Мына сөздү айтып берсе, Кудай калса, көздү кесе турган нерсе бул. Неге кылатың? Көздү кесе турган нерсе. Көздүн күчү, тамаша эмес тақсырлар, Көздүн күчү,